Бұл бейнеде біз HTML негіздерін және олардың нені білдіретінін қарастырамыз. HTML Hypertext Markup Language веб әзірлеудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және веб беттерді жасау үшін қолданылатын стандартты белгілеу тілі. Сіз енді үйреніп жүрген болсаңыз, немесе алдын ала біліміңіз болса да, бұл бейне сізге HTML-ге қысқаша түсінік береді. Сондықтан ыңғайлы жайғасып алыңыз, біз бастаймыз. HTML веб беттерді құру үшін қолданылатын бағдарламалау тілі болып табылатын гипермәтінді белгілеу тілін білдіреді. HTML-дің негізгі құрылыс блоктары тегтермен ұсынылатын элементтер болып табылады. Бұл тегтер веб беттің мазмұнына, құрылымына мағына береді. Ең негізгі HTML құжаты келесі тегтерді қамтиды: HTML, head, title, body. HTML тегі бүкіл құжатты HTML құжаты ретінде анықтайды. Head тегі бет тақырыбы туралы ақпарат береді. Title тегі браузер қосындысынан пайда болатын бет тақырыбын анықтайды. Body тегі веб бетте көрінетін барлық мазмұнды қамтиды. HTML-де сонымен қатар осындай да тегтер бар: H1, H2 және тағы да басқа. Абзацтар P арқылы, тізімдер UL, суреттер image, сілтемелер A. Осы секілді мазмұнды құрылымдауға арналған басқа да тегтердің кең ауқымда ұсынады. HTML тілі бағдарламалау тілі емес, веб беттің құрылымын мазмұнына сипаттау үшін қолданылатын белгілеу тілі екенін ескеру маңызды. HTML-дің негізін түсіну арқылы сіз веб-сайтты құруға және жобалауға керемет негіз аласыз. HTML тегтерінде элемент туралы қосымша ақпарат беретін атрибуттар болуы мүмкін. Мысалы, image тегінде суреттің көзін, яғни оның қай жерде екенін көрсету үшін CSS атрибуты бар. A тегінде сілтеменің тағайындалған орынды көрсететін ref атрибуты бар. Басқа да атрибуттарға идентификатор, сынып, стиль, ені, биіктігі және тағы да басқалар жатады. Тегтерде атрибуттың атын, содан кейін тең белгіні және атрибуттың мәндерін барлығын тырнақшада көрсету арқылы қосылады. HTML көптеген жылдар бойы дамыды. Жаңа мүмкіндіктер мен тілді жақсартудың жаңа нұсқалары пайда болды. HTML-дің ең көп қолданылатын нұсқасы, ол ең соңғы нұсқасы HTML5. HTML5 веб беттер мен қосымшаларды құруды жеңілдететін жаңа элементтер мен атрибуттар ұсынады. HTML интернеттің негізгі құрылыс материалы болып табылады және веб беттердің құрылымын қамтамасыз етеді. HTML тегтерін және олардың атрибуттарын түсіну арқылы сіз қарапайым және тиімді веб беттер жасай аласыз. Веб беттеріңізге көбірек стиль және функционалдық болсын десеңіз, CSS және JavaScript-ті қосу арқылы әсемдікті ұсынуға болады. Бейне ұнаған болса лайк басып, бейнені досыңызға жүктей отырыңыз. Айыңыз оңынан тусын.